Бізде Веда компаниясында повторная покупка деген бар. Бұл 9 түрлі табыс көзінің бір түрі. То есть тағы да 8 түрлі табыс көзі бар. Именно мен бір түрін айтып кететін боламын сіздерге. Повторная покупка дегеніміз не? Мен қазір декреттемін, мен уже жұмыс істемегеніме, Ведада кәдімгідей активно жұмыс істемегеніме уже почти 1 жыл болып қалды. 1 жыл болды міне. И мен асырап отқаны ай сайын Алланың құдіретімен осы повторная покупка. Повторная покупка дегеніміз не? Повторная покупка дегеніміз сізде команда құрған кезде сізде үлкен команда болады, дұрыс па? Сіз басында жұмыс істейсіз, еңбектенесіз, адам шақырасыз, сізде команда болады. Вот, командаңыз сіздің өздеріне зубная паста алады, біреу кофе алады, біреу прокладка ежедневка алады, дұрыс па? Күнделікті өміріне керек заттарды алады. Біреу очкиді алып сатады, мысалы, сол командамдағы адамдар өздеріне тағы да покупка жасаған кезде соның 5% маған ай сайын 29 күні как зарплата ретінде түсіп отырады. Одан бөлек менде еще 8 түрлі табыс көзі бар, жұмыс істесем, дұрыс па? Ал мынаны мен пассивті түрде ай сайын Алланың құдіретімен, мысалы, мен осы ақшаны алып отырдым. Осындай керемет повторная покупка деген түрі бар. Бұл қалай жұмыс істейді? Сіздер қараңыздар. Мысалы, сіздер Магнумның акционері болатын болсаңыздар, сіздер сол жердегі продажаның, мысалы, какой-то бір процентін алып отырасыздар. Тура сол сияқты, сол жердегі, мысалы, менің командамда адамдар жұмыс істейді ғой, солардың алған заттарының 5%-ын мен алып отырамын. Түсініп отырсыздар ғой, Негізі сетевой маркетинг, айналамыздың барлығы сетевой маркетинг негізі. Просто мынаны адамдар пирамидамен шатастырып алған, пирамидада продукция жоқ, ақша саласың, тез ақша аласың деп алдайды да, жоғардағылар ақша алады, астындағылар ақша алмайды. Ал сетевой маркетингта ондай емес, жоғардағылар да ақша алады, төмендегілер де ақша алады. Әр адамның өзінің еңбектенгеніне байланысты адам ақша табады. Және де сетевой маркетингта бүткіл әлемдегі жаңағы сет сияқты товар бар. Товарды аласыз, еңбектенесіз, жұмыс істейсіз, ақша табасыз. Сондықтан толық ақпарат аламын, қалған 8 табыс көзін түсіндіріп беріңізші десеңіз, маған төмендегі нөмерге хабарласыңыз.